Бұл бөлімде кассалық кіріс ордерін қалай жасауын үйренеміз. Алдыңғы бөлімде сынап группқа төлем шотын бердік. Сол төлем шоттың негізінде контрагент қаласа банк арқылы төлейді, қаласа қолма-қол төлеуіне болады. Кассалық кіріс ордеріне сәйкес, егер қолма-қол төлесе, ол операцияны біз қалай көрсетеміз. Банк және касса батырмасын басамыз. Осы жерден приходный кассовый ордер, кассалық кіріс ордері. Бұндай белгілеп қойсақ болады жұлдызшамен. Осы батырманы басып ашамыз. Создать. Оплата от покупателя. Біз мысалы 10-шы шілде күні Snap Group бізден 2 металл жәшікке шот алған болатын. Ол 500 мың теңге болды. 500 мың теңге Snap Group бізге қолма-қол ақша тапсырды. Біз бұл ақшаны қабылдап алғанымыз жөнінде операцияны енгіздік. Записать, печать, приходный кассовый ордер. Приходный кассовый ордер. Принтерге жіберетін құжатымыз. Осыны принтерден шығарамыз. Мына жерге главный бухгалтер, бас бухгалтер өзінің қолын қояды. Компанияның мөрін қояды. Мұн жаққа да қолын қойып, кассир қолын қойып, мына қағазды осы жерден жыртып, мына бір бөлігін клиентке береміз. Мына бір бөлігін өзімізде алып қаламыз. Осылайша кассалық кіріс ордері енгізіледі.